Қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз керемет қылып 3 бушмақ жасайтын боламыз. Бұдан кейін сіз самса жеуді қоятын боласыз. Өйткені бұның дәмі ерекше, өте тойымды болып шығады. Ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Дрожь, разрыхитель, жұмыртқа, қаймақ, менде үйдің қаймағы, және тұзымызды салып, ертілген сары майымызды құйып, және 360 граммдай мұздай су құясыздар. Мұздай су құйып, әдемі қылып бір келкі етіп, қамырымызды осылай араластырып аламыз. Араластырып, қамыр бастырып қоямыз. Мінекей қамырымыз көтерілуге қоямыз. Енді етімізді 4 бұрыштілеп ұсақтап турап аламыз. Жуамызды, картоғымызды да турап араластырамыз. Енді татымына қарай тұз қосамыз және 1 қасық зира қосатын боламыз. Және 50 грамм сары майды ертіп құямыз, немесе сорпа болса сорпа құямыз 50 грамм. Мен сары майды ертіп құйдым. Мінекей осылай бәрін жақсылап араластырып алғаннан кейін көтеріліп тұрған осындай әдемі қамырымызды кесіп ұсақтап 100 граммнан өлшеп отырып домалақтап аламыз да 50 грамм салмасынан саламыз. 100 грамм қамыр, 50 грамм салмасынан салып өлшеп жасайтын боламыз. Осылай 3 бұрышты етіп әдемілеп жасап, осылай әдемілеп түйіп шығамыз. Мінекей біздің 3 бушмағымыз дайын болды. Енді осыны қысып тұрған пешке беті қызарғанша әдемілеп пісіріп аламыз. Өте тойымды, әрі сіңімді, керемет осындай 3 бушмағымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.